Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, 5 қыркүйек қазақ әліпбиінің негізін салып, ұлт ұстаз атанған, қазақ халқының тағдыры мен тілі үшін күрескен алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен және осы күнге орайластырылып аталып өтілетін тілдер мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Осынау тарихи мерекенің еліміз үшін мәні зор, құрметі ерекше. Өйткені тіл тағдыры, ел тағдыры. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп Қадыр Мырза жырлағандай, әуелі ана тілімізге деген сүйіспеншілігіміз мықты болу керек. Олай болса, тілге жанашыр, ұлттың қамын ойлайтын жастарымыз көбейе берсін. Қазақ тілінің мәртебесі биік, абыройы асқақ болсын. Сегодня День языка в Республике Казахстан. В честь этого события хочется пожелать любить свой родной язык и с уважением относиться к нему, так как он является мостиком, связывающим нас с нашими истоками, нашей историей. Давайте оберегать его и пользоваться им правильно, потому что именно он отражает наши традиции, культуру. С праздником, друзья! Every year on the 22nd of September, our country celebrates the Day of Languages. All of us must speak 3 languages, Kazakh, Russian, English, because the knowledge of languages is our treasure. English is the world language. English is spoken more than 350 million people. And we congratulate Kazakhstan on this significant holiday and wish prosperity and success. Love your native language, speak it, and learn world languages.